Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз ол тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш элементтер. Ең бірінші тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш деген элементтерді қарастыру үшін біз бірінші осыны алдында түсірілген видеоны қарап алу керек, яғни электр терістілік деген. Сол электр терістілікті қарастырған кезде біз айттық, екі атом бір-бірімен кездескен кезде электрон бір атомнан екінші атомға ауысады деп. Біздің жағдайда мұнда не берілген? Спонусқа берілген. Яғни бұл бізде аммиактың алыну реакциясы. Қазір біз осыда қарастырақ электрондар не болып жатқаны. Яғни бізде екі атом бір-бірімен кездескен кезде бізде электрондар бір атомнан келесі атомға секіреді. Ол кімнен кімге секіреді екеніне ол сұрақ өткен жол жауап бердік. Ол бізде электр терістілігі жауап береді. Яғни кімнің электр терістілігі жоғары, сәйкесінше электрон соған секіреді. Біздің жағдайда қараңдар, бізде А атома бір электроны бар, және Б-ның да өзінің электрондары бар, бірақ ол спонусқа да көрсетілмеген, өйткені біз қарастырып отырық тек қана секіріп атқан электронды ғана. Осындай А мен Б атомдар бір-бірімен кездескен кезде электронымыз Б атомына секіріп кетті. Мұна бағдармен көрсетілген біз электронға секірген. Сәйкесінше реакциядан кейін электронымыз А-ның электроны бізде Б-мен қалады, ал Б бізде электронсыз қалады. Осындай процесті біз тотықсыздану процесі деп атаймыз. Кім бұл жерде тотықтырғыш және кім бұл жерде бізде тотықсыздандырғыш екенін анықтап алайық. Сонымен жаттап алу қажет. Электронды өзімен тартып алатын атомдар ол бізде тотықтырғыш атомдар, немесе тотықтырғыш қосылыстар дейді, егерде Б атомы бір қосылыстың құрамына кіріп тұрса. Біздің жағдайда мынау Б затымыз ол бізде тотықтырғыш болып саналады. Ал А ол электрон беріп жатыр, ол керісінше тотықсыздандырғыш болады. Сәйкесінше егерде айтатын болсақ, бастапқыда бізде А-ның заряды 0, Б-ның заряды 0 болатын болса, онда реакциядан кейін А-мыз бір электрон беріп тастады. Сәйкесінше оның протондар саны электрондар санын бір талға артық болады, бізде реакциядан кейін А-ның заряды плюс болады. Яғни зарядымыз өсіп жатыр. Заряды өсіп жататын болса, ол тотығып жатыр деп атаймыз. Ал Б реакцияға дейін оның заряды 0 болды, реакциядан кейін ол бір электрон қосып алды. Сәйкесінше оның протон мен реакцияға дейін протон мен электрон сандары тең болды да, бір электрон қосып алған кезде электрон саны бір талға артық болып кетті, сәйкесінше Б-ның заряды бізде 1 минус болады. Енді минус болды, оның дәрежесі төмендеп жатыр. Сәйкесінше ол тотықсызданып жатыр дейді. Келесі ережені жазып алу керек бізге. Тотықтырғыш, ол біздің жағдайда Б электрон тартып алып жатқан. Тотықтырғыш бір элементті, яғни біздің жағдайда А-ны тотықтырады, бірақ нәтижесінде өзі тотықсызданады. Түсінікті ме? Яғни Б заты ол бізде тотықтырғыш. Тотықтырғыш деген ат бекер берілмейді, өйткені ол А затын тотықтырып жатыр. Бірақ та ол тотықтырған есептен өзі тотықсызданып жатыр. Яғни мына күйге ауысып жатыр. Осын енді біз жаңағы аммиактың реакциясына қайтып келейік. Егер осы реакцияны қарастыратын болсақ, бізде бастапқыда көрсетілген аммиагымыз алу реакциясында азотымыз заряды 0 болып тұр. Сутектің заряды ол да 0. Бірақ реакциядан кейін сутегіміз азотқа электрондарын беріп жіберді, азотымыз минус 3 болды. Минус 3 деген білдіреді, азотымыз бастапқыда мына күйден, 0 деген күйден, мына күйге ауысқан кезде, онда 3 электрон артық қосып алды дегенді білдіреді. Ал сутегіміз мына күйде орналасқан, мына жаққа ауысқан кезде, ол әрбір сутек атомы бір-бір электроннан беріп жіберді дегенді білдіреді. Сәйкесінше бұл жағдайда бізде азотымыз электрон жинап жатыр, ол бізде тотықтырғыш болады. Ал сутегіміз электрон беріп жатыр, ол бізде тотықсыздандырғыш болады. Оны келесі мына бір теңдіктен көре аламыз.
Содан кейін қарастыратын затымыз бізде кез келген реакцияда бір жерінде тотықтырғыш болатын болса, мысалға азот. Сол реакцияның ішінде бізде обязательно бір тотықсыздандырғыш болады. Біздің жағдайда ол сутек. Бұл бірінші заңдылық тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың реакциясындағы. Яғни реакцияның бір басында сендерде тотықсыздандырғыш болса, онда сол жағында тағы да сендерде тотықтырғыш та болады. Және бұл жерде электрондар сақталады. Егер де біреусіне қанша электрон кететін болса, екіншісінен сонша электрон қайтып келеді деген болады. Яғни мұнда екі азот атомынан жалпы 6 электрон қажет болса, сәйкесінше бізге онда 6 электрон қамтамасыз ету үшін бізге сутектің 3 молекуласы әрқайсысы 2 электроннан беру қажет болады. Яғни электрондар саны бізде тең болу керек. Бір атомнан екінші атомға ауысатын электрон саны әрқашан тең болады. Соған байланысты тотықсыздану әдісімен теңестіріп алса болады. Оны келесі видеоларда қарастырамыз. Енді кім бізде тотықтырғыш және кім бізде тотықсыздандырғыш бола алатынын қарастырып алайық. Ең бірінші есте қалатын зат ол барлық металдар бізде тек қана тотықсыздандырғыш болады. Алдыңғы видеоларды қарастырған болсаңдар, сол жерде электр терістілігі бойынша металдардың электр терістілігі олардікі төмен, өйткені олар Менделеев кестесінің сол жағында орналасқан. Сәйкесінше олар тек қана электрондарын ылғи жоғалтады. Ол электрондарын ылғи беретіндіктен олардың қасиеті ол тотықсыздандырғыш қасиет болады. Ал бейметалдарға келетін болсақ, олардың тотықтырғыштық қасиеті де бар, тотықсыздандырғыштық қасиеті бар. Соларды қарастырайық. Бүгін біз қарастыратын затымыз ол бізде күкірт. Яғни біз қазір сендермен күкіртті қарастырамыз. Мына H2O4 деген күкірт қышқылындағы қазір күкіртті қарастырып көрейік. Мұнда қараңдар, H2O4 деген зат. Ол біз білеміз, оттек әрқашанда валенттілігі 2 және оның электр терістілігі жоғары болғандықтан, ол әрқашанда заряды -2 болады. Өйткені ол ылғи 2 электрон тартып алады. -2 бір оттектің заряды -2, ал бізде ондай 4 оттек бар, сәйкесінше жалпы заряд бізде -8-ді береді. Жалпы H2O4 қосылысының заряды 0 болу керек. Ал бізде -8 бар және қосылысының мына жағында сутектің бір электроны бар және ол бір электрон ылғи бер жүретінден оның заряды +1. 2 сутек болған соң ол бізде +2 деген зарядты береді. Жетіспей тұрған зат ол бізде күкірттің заряды. Күкірттің заряды ылғи ауысады, бірақ біздің жағдайда қазір -8 +2 жетіспей тұрғаны 0 деген заряд, ол +6 заряд. Яғни күкірттің заряды +6 болады. Ол бізге не береді? Күкірттің заряды +6 деген зат. Күкірт бізде Менделеев кестесі бойынша 6-шы негізгі топшада орналасқан. Ол бізде білдіреді күкірттің сыртқы қабатында 6 электрон бар екен білдіреді. Яғни күкірт +6 деген нені білдіреді? Күкірт +6 ол бізде осы күкірт атомы 6 электроннан айырылып қалды деген мағынаны береді. Сәйкесінше күкірт 6-шы топта орналасқан және 6 электрон айырылып қалған болса, мына біздің жағдайымыздағыдай, ол басқа электрон бере алмайды, өйткені оның сыртқы қабатындағы электронның барлығы бітіп қалған. Сәйкесінше ол электрон бере алмайтын болса, H2O4 деген қосылысымыз немесе құрамында S атомы бар +6 дәрежесімен S атомы бар болатын болса, ондай қосылыстарымыз бізде тотықсыздандырғыш бола алмайды, өйткені олар қарапайым электрон бере алмай қалады. Қазір келесі күкірттің қосылысын қарастырып, бізге түсінікті болады. Мысалы, H2S. Жаңа қосылысымызда бізде күкірттің қасында оттек болды. Оның электр терістігі жоғары, сәйкесінше ол күкірттен электрон тартып алады. Ал енді мына жағдайда бізде электр терістілік күкірттікі жоғары, сутектікінен. Сәйкесінше бұл жерде күкіртіміз электрон өзіне тартып алады. Яғни мына күкірттің заряды электр терістілігі жоғары, ол сутектерден электрон өзіне тартып алады. Бұлай сызайық. Яғни электрондар бізде сутектен келеді.
Неге 2 электрон дейтін болатын болсақ, бағана күкіртте 6 электрон болды, ол валенттілігі 6-ға тең, өйткені ол 6 электрон бере алады. Ал күкірт қанша электрон қабылдай алады деген жауапқа бағанағы күкірт қай топта орналасқанын мен жауап бере аламыз. Яғни күкірт бізде 6-шы топта орналасады, ал бір атом ол сыртқы қабатын 8 электронмен толтыра алады. Сәйкесінше күкірт 8 электронға толтыру үшін ода 2-ақ орын бар. Өзінде 6 электроны бар, ар жағында ол басқа сырттан келетін электрондардың саны тек қана 2 ғана болуы мүмкін. Сәйкесінше электрон тартып алатын болса, күкірттің валенттілігі ол 2 ғана болады. Мына жағдайда күкірт уже электрондардың бәрін тартып алған, сәйкесінше күкірттің заряды 2 минус болады. Өзінің 6 электроны бар, және мына 2 электроны бар, бәрін қосатын болсақ, электрондар саны 8 болады. Бұл 8 деген толық деген сөз. Ол және инертті газдардың сыртқы қабатын электрондарына ұқсас болады. Сәйкесінше ода басқа тартып алатын электрон орны жоқ. Электрон жоқ. Басқа жерден электрон тарта алмайды. Сәйкесінше бұл H2 деген затымыз керісінше тотықтырғыш бола алмайды. Өйткені ол электрон өзіне қоса алмайды. Сонда H2 деген затымыз немесе құрамда S-тің заряды 2 минус болатын қосылыстардың барлық сендерде тек қана тотықсыздандырғыш болады. Яғни олар тек қана электрон бере алады. Келесі затымыз тура осы H2 күкіртпен келетін, ол бізде H2SO3 қосылысы. Немесе күкіртті қышқыл деп атаймыз. Осы жердегі біз күкірттің зарядын қарастырып жүрейік. Қараңдар, күкірттің заряды қандай? Мұнда байқап отқанымызда күкірт 4 линиясы бар. Сәйкесінше оның валенттілігі 4-ке тең. Ал заряды оның S плюс 4. Яғни бір электронды мына оттек алып кетеді, бір электронды мына оттек алып кетеді, 2 электронды мына оттек алып кетеді. Сәйкесінше S 4 электрон айырылған соң, оның заряды плюс 4 болады. Біз бағана білеміз, күкірттің сыртқы қабатында 6 электроны бар. Яғни 6 электрон болды, 4 электронын айырылып қалды. Болады бізде 2 электрон. Яғни күкіртте әлі сыртқы қабатында 2 электрон. Сәйкесінше ол 2 электрон әлі бере алады біреуге. Сәйкесінше H2SO3 деген қосылысымыз бізде әлі де тотықсыздандырғыш болады. Әлі де 2 электрон біреуге беріп жіберіп, ол тотықсыздандырғыш болып кете алады. Сонымен, оның сыртқы қабатында 2 электроны бар. Ал оған сияды 8 электрон. Сәйкесінше ол әлі 6 электрон өзіне қосып алады. Сонымен біз айта аламыз, H2SO3-іміз біз ол тотықтырғыш болады. Сонда күкіртті қосылыстардың ішінде H2SO3-іміз, яғни күкіртті қышқылымыз тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та болады. Сонда H2-іміз ол бізде тек қана тотықсыздандырғыш, өйткені оның сыртқы қабатына электрон қосып алатын орын жоқ. Ал H2SO4 ол бүкіл электроннан айырылып қалған плюс 6 ол тек қана тотықтырғыш болады. Ал күкіртті қышқылымыз, яғни H2SO3 ол тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та болады. Яғни мынау бізде күкірттің электронды құрылымы. Соны соңғы осын қарастырып жүрейік, қалай болады. Яғни қараңдар, бізде ортада яғни ядро орналасқан. Сосын бірінші қабатта мынау 2 S электрондар, яғни қызылмен белгіленген. Екінші қабатта 2 S электрон және мұндай 1, 2, 3 P электрондары біріккен, яғни жалпы 6 электрон. Сонда екінші қабат бізде 8 электронмен толықтырылады. Бірақ та бізге бірінші, екінші қабаттар қажет емес, өйткені олар өте алыс орналасқан, яғни 2 атом бірмен соқтығысатын болса, мынау сыртқы қабатымен соқтығысады. Сонда күкіртте сыртқы қабатында 2 S электрон және 1, 2, 3, 4 P электрондар бар. Жалпы 6 электрон бар. Бағана біз айтып отқанымыз сол. Және осы біреумен әрекеттескен кезде осы 6 электрон қосады. H2 деген қосылыста, яғни S-2 делінген, ода тағы да 2 электрон бар, сонда ол электрондар мұнда орналасады. Біреусі мына жерге, екіншісі мына жерге. Сонда жалпы 8 электрон болады, ода басқа электронға орын болмай қалады. Сәйкесінше ол затымыз тотықтырғыш бола алмайды. Ал H2SO4, яғни күкірт қышқылы, оның заряды S
плюс 6 деген сөз. Ол бізде мына электрондардың барлығы одан кетіп қалады. Сәйкесінше ол басқа беретін электронды қалмайды. Яғни қалмайды дегенде мына ішкі электрондар олар бере алмайды, өйткені олар ядроға өте жақын орналасқан. Ал сыртқы қабатында электрондар қалмайды, сәйкесінше оны бере алмағандықтан H2S4 қосылысы ол бізде тотықсыздандырғыш бола алмайды. H2S4 тек қана тотықтырғыш. Ал H2SO3, яғни күкірттік қышқылымыз, ол беру жереді мына электронды, және мына электронды. Жалпы 4 электрон беріп жүр, сол кезде бізде S плюс 4 болады. Бірақ ода әлі 2 электрон бар, сәйкесінше осы 2 электронды бере алады, ол тотықсыздандырғыш болады. Немесе жаңағы жоғалтылған электрондарын толықтыру арқылы ол тотықтырғышта болады. Осымен біздің тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш элементтерге тақырыбымыз аяқталды. Егер сұрақтарың болатын болса, видеоның астындағы Инстаграмға немесе WhatsAppқа жазсаңдар болады.